бір-бірімізбен танысайық. Абай облысы Жарма ауданы Жарма кенті Тереев атындағы номер 17 орта мектебі балдырған тобының тәрбиешісі Аштаева Мариямын. Армысыздар жиналған барша қауым, жоғары өлесінші менің бағым, қазақи салтым менен сәлем бердім, халайық аман болсын денсаулығың. Тереев мектебінен мен де келдім, балдырған тобындағы жетекшімін, бүлдіршінді баулайтын жақсылыққа, өнерлерін аз да болса көріп жүрмін. Ұлы Абайды үлгі еткен шәкірттерін, жаттап көрсеткен өнерлерін би билейді, кейбірі мейрамдарда ән айтуға баршасын баулып жүрмін. Педагог өз білімін жетілдіріп отыру керек. Біз әрдайым іздену үстінде болуымызға байланысты семинарларға қатысып, тәжірибе алмасып, әріптестерімізбен жақсы қарым-қатынаста боламыз. Ол біздің жан-жақты қалыптасуымызға әсер етеді. Топқа келген балалардың күні қызықты, мағыналы, тәрбиелі болуына мән беріп жұмыс жасаймыз. Оларға ойындарды қызығушылықтарына қарай ұйымдастырып, мерекелік шараларға белсене қатысуға ынталандырып отырамын. Бүлдіршіндердің өнерлі, талантты, талапты болуына ықпалымды тигіземін. Балалардың ой-өрісін дамыту мақсатында әртүрлі ертегілерді оқып беріп, электронды кітаптарды тыңдатамын. Жыл мезгілдеріне тоқтала отырып, табиғат құбылыстарымен танысты. Сондай-ақ таза ауада серуендеп, салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелейміз. Рөлдік ойындарды барысында балалардың тілін дамыту және кейіпкерлердің дауыс ырғағын келтіруге мән беріп үйретемін. Балалардың білім деңгейін ойындарды ойната отырып, әрі қарай жан-жақты дамыту, тіл байлығын жетілдіру, сөздік қорын молайту, үлкендер еңбегін құрметтеуге, сыйлауға, адамгершілікке тәрбиелеу, балаларды ұйымшылдыққа, жауапкершілікке, адалдыққа, кішіпейілдікке тәрбиелеу. Балалардың қиялы әсіресе ойында жарыққа шығады. Сайыстарға қатысу балалардың өзін-өзі тәрбиелеуге, шығармашылыққа баулиды. Топтық жұмыста ұйымшылдыққа, бірігіп жұмыс істеуге үйренеді. Балалардың биіктен көрінуі ата-ана мен педагогтың тығыз жұмысы мен еңбегінің жемісі деп білемін. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.